Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде 5-ші сабаққа да жеттік. Ол тақырыбы логикалық шифрлар. Бұнда да тағы да айта кетейін, нақты бізде формула жоқ. Бұнда ойланатын сабақ. Есептер өте қатты ұнайды бұл тақырып маған, себебі бұнда бір қандай да бір сандар, сөздер, әріптер, цифрлар бірінің астына бір жасырылады. Соны сіздер таба білу керексіздер. Мысалы, бірінші мысал. Қара, жара, жоба, қора, қожа сөздеріндегі әріптер белгілі бір цифрлармен белгіленген. Қара сөзінің сандық белгісін табыңыз дейді. Қызық. Мысалы, бүйтіп жазып алайық бірінші. Осылай жазып алыңдар сіздер. Қара, одан кейін жара, бірінің астына бірін жазсаңдар әдемі болады негізінен. Жара, жоба, қора, қожа. Енді біздер осы әріптер қандай да бір сандармен белгіленген, соны табу, оны қалай табамыз? Жауаптармен бірге табамыз, Мысалы, қараңыздар. Қараны табу керек, қарада ай ортасында тұр, екінші тұр, сосын төртінші тұр. Екі рет қайталанған деген сөз. Так, значит, бізде екі рет қайталанған ол қайсы? Бізде мына екіншісінде, төртіншісінде жара мен қара бір-біріне ұқсайды. Яғни, осы сөз әріптерге ұқсайтын сандарды табу керек. Яғни, екінші тұрған, төртінші тұрған сан қайталану керек. Мына қараңыздар, А жауабында бір тұр мынау, одан кейін үш тұр. Төртіншісіне қараңыздар. Мына екіншісінде бір тұр да, төртіншісінде үш тұр. Жоқ, бізде екеуі де бірдей болу керек қой, то есть А, значит, ол 1 мен 3 бола алмайды деген сөз. Я 1, я 3 болу керек ол. Сондықтан А жауабы келмейді. Так, бұны сызбақ қояйық қазір. Себебі қазір керек болады бізге. Так, бұл А емес, Аны сызып қояйық. Так, Б емес, себебі қараңыздар, екінші тұрған және де төртінші тұрған сандар бір-біріне ұқсамайды. Так, Б емес. Так, С-да от ұқсайды. Міне, екіншісі мен төртіншісі ұқсайды. Так, бұл пока әлі тұра тұрсын. Д жауабында ол 51, то есть 1 мен 3 тұр, екіншісінде төртіншісінде бірдей сандар болу керек, ондай сан емес. Так, Д емес. Е нұсқасында ол міне ұқсайды, екіншісі мен төртіншісі. Яғни қараңыздар, А деген қандай болып тұр? Значит, бізде А, мысалы қараңыздар, 3 болып тұр деген сөз. Себебі бізде екі сөз бар, бір-біріне ұқсайтын. Қараңыздар, қара, жара. Тек бірінші әріптерінде өзгешелік бар. Сондықтан ол 53-73 болуы мүмкін, я 43-73 болуы мүмкін. Бірақ бізде А-ның 3 екенін таптық, дұрыс па? Немесе былай тапсаңдар болады. Мына әріп сөздердің барлығы А-мен аяқталған ғой. Мұндағы берілген сандардың барлығы 3-пен аяқталған. Көрдіңіздер ме? Яғни 3 деген сан ол бізде қандай әріп келіп тұр? А деген әріпке сәйкес келіп тұр. Енді маған тек қана ол 53-73 болуы мүмкін, 43-73 бірінші әрпін табу керекпіз. Қарасаңыздар, мына жерде міне 1, 2, 3 сөз бізде неден басталған екен? Қ-дан басталған. Яғни мына жауаптардың ішінде 3 вариант бар, бірдей санмен басталып тұр. Так, 4, 1, 4, 2. Жоқ, бұл емес. 5, значит, қараңыз, 1 рет, 2 рет, 3 рет, 5 қайталанған. Яғни, какта мынау қара, қора, қожа деген әріптер ғой. Яғни, 5 деген қандай санға әріп келіп тұр? Қ-ға келіп тұр. Яғни, 53-73 болуы мүмкін, 43-73 болуы мүмкін. Енді біздің Қ-мыз 5 болып шыққандықтан жауап бізде С нұсқасында болады деген сөз. Осылай ойланасыздар. Кеттік, екінші мысал. Алашаған сөзіне сәйкес келетін жауапты табыңыз дейді. Енді мына жерде беріліп болған. Кен 103, шал 452, хат 957. Енді бізде алашахан деген сөз шығыр. Енді мен адам бастайын. Қара, шал дегенде бірінші, екінші, үшінші, яғни бізде 452-ні бүйтіп жазсаңдар болады. 452 деп жазсаңдар болады. Сонда А не келіп тұр? А деген ол бізде 5 деген сөз. Так, енді маған Ш неге тең болып тұр? Ш 4-ке келіп тұр. Одан кейін Л не келіп тұр? Л бізде 2-ге келіп тұр, 2 деген сан, Одан кейін, так, бізге алашахан, так, бізге хат керек, 957. Так, значит, Х деген бізде не ол? 9 деген сөз. А ол 5 онсызда, так, Т керек емес, Т-ны есептеудің қажеті. Кен, так, хан, алашахан, Н керек бізде. Бұл 103, яғни 3 деген қандай сан болып тұр? Н деген сан болып тұр. Енді осы сөз жазу керекпін. А, Ла, Ш, Ала, Ша, хан. Х бізде 9,
А қайтадан 5, мына бізде 3. Яғни осындай сан шығар. 57, 54, 59, 53. 52, 54 жоқ, А емес. 52, 54 жоқ, 52, 54 жоқ, 52, 54, 59, 53 міне Д нұсқасында тұр екен. Ол Е нұсқасы емес. Болды, міне осылай таба қоясыздар. Ойланасыздар. Әрбір әріптің астында бір сан жатуы мүмкін, я санның астында әріп жатуы мүмкін. 128, 156, 198, 127, 151 сандарындағы цифрлар белгілі бір әріптермен белгіленген. 128 санына қандай сан сөз сәйкес келетінін табыңыз. Енді ойланып көрсек, барлығы 1 деген саннан басталған, көрдіңіздер ме? 1-ден басталған, яғни ол қандай әріп келіп тұр? Жауаптың барлығында Т. Яғни 1 деген санымыз ол Т-ға келеді деген сөз. Енді маған не керек? Тағы қандай логика енгізсек болады? Опа, мына жерде 151 Т деген қайталанып кету керек. 151 деген Т-мен бастап, Т-мен аяқтады қандай сөз бар? Оп, міне тат деген сөз бар, иә? Тат деген сөз, яғни бұл бізде 151 деген сөз. Себебі бұдан басқа Т-дан бастап, то есть 1-ден бастап, 1-ден аяқтады сөз жоқ. Сондықтан бұл тат болады. 1 деген Т ғой. Тат, значит, А деген не ол бізде? Ол 5 деген сөз. 5. Так, таз деген 1, 5. Енді З-ны білмеймін. З-ны қазір көрейік. Енді қандай логика енгізіп көрсек болады екен? Так, 1-ді таптық. Міне қараңыздар, 8 деген 2 рет қайталанған. 2 рет қайталанған, соңында 2 рет қайталанған сөз бар ма екен? Топ, сосын теп. Мына, значит, 8 неге тең екен? П-ға тең екен. Так, значит, бізде 8 ол бізде П-ға тең екен. Енді бізге не қалды? Одан кейін тағандай логика енгізсе болады. 5 деңізі қара, 5 бізде неше? 2, 5 бізде А ғой. Так, мұны тауып тастадық оны. Значит, теп тек қалып қойды. Тағандай логика болады мына жерден. Оппа, міне 2 деген 2 рет қайталанып тұр. Значит, ол бізде ол 2 деген Е деген сөз. Міне тек теп деген 2 рет қайталанып тұр. Яғни 2 деген бізде ол Е деген сөз. Я, яғни мынадан қандай сөз шығады? 1,28-ден Т, Е, П. Теп деген сөз. Яғни жауап бізде Т, Д жауабында тұр екен. Теп деген сөз шығады екен. 128 деген сөз. Міне осылай ойланасыздар. Әрбірін қараңыздар. Біріншісі мен үшіншісін қараңыздар. Ұқсайтын сөздер мүмкін. Я, ұқсайтын сандар деген сөз, ол ұқсайтын әріптер деген сөз. Немесе керісінше ұқсайтын әріптер, бірдей әріптер, бірдей санды береді деген сөз. Осылай ойланасыздар. Соңғы 4-ші мысал. Оңай болғандықтан мен 4 қана мысал қарастырдым бүгін. 4-ші мысал сап, кас, ака, аса, сіз сөздеріндегі әріптер белгілі бір цифрлармен белгіленген. Сіз сөзінің сандық белгісін табыңыз дейді. Қараңыздар, тағы да қандай логика енгізсек болады екен? Так, ака, аса деген сөздер қайталанады. Аса, ака. Сосын сіз қайталанады, иә? Ол, значит, ол не болуы мүмкін? Сіз деген 141 болуы мүмкін. Я 191 болуы мүмкін. Сіз 474 болуы мүмкін. Так, енді А егерде бізде 1 болатын болса, мысалы, ака сөзі ма, я аса деген сөз бәйте 1 болса, мысалы 141-ді алып көріп, А болатын болса, А қандай бір сап деген не бар? Ортасында тұрған сап, сосын кас деген бар. Ол мынау қараңыздар, мысалы мынау сап болатын болса, А екінші тұр, тағы да бізде мынада тұр, 914-те. Ол мысалы кас деген сөз болуы мүмкін. Потому что А ортасында тұр. Значит, я шынымен де 1 деген ол бізде А-ны береді екен. Ал бізге сес деген сөз керек, значит, ол бізде 141 емес, 191 емес, сес деген сөз ол бізде 474, потому что әріптер бір-біріне ұқсайтын көрдіңіз. 7 деген сөз, значит, ол бізде Е деген сөз. Тексеріп көрсек болады. Мысалы, Емен басқа қандай сөз бар? Басқа сөз жоқ. Сондықтан 7 басқа әріптерде жоқ. Вот, міне осылай тапсаңыздар болады. Е деген басқа сөздерде жоқ, сестен басқа. Яғни Е-нің өзгешелігі бізде 7 деген сан өзгеше болып тұр. Басқа сөздерде ол жоқ. Міне таптық, жауап Д нұсқасы екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Үй жұмысын тағдайдай міндетті түрде орындаңыздар. Сау болыңыздар оқушылар.